Turkish Airlines Ankara Astana-Ankara бағыты бойынша рейсті іске қосты. Рейстің алғашқы жолаушыларын бүгін Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайында салтанатты түрде қарсы алып, шығарып салды. Шараға Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі, Азаматтық авиация комитетінің төрағасы Талғат Ластаев, Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Дәулет Хамзин, Қазақстанның авиациялық әкімшілігі акционерлік қоғамы бас директоры Каталин Раду, Түркия Республикасының Қазақстан Республикасындағы елшісі Уфук Экиджи, сондай-ақ Anadolu Jet және Turkish Airlines авиакомпанияларының өкілдері қатысты. Мы рады приветствовать в международном аэропорту Нурсултан Назарбаев новый рейс, который соединяет две столицы Казахстана и Турции. И мы уверены в том, что данное направление будет развиваться, будет расти. И рассчитываем, что рейсы данных компаний в наш аэропорт будут увеличиваться. И будем делать все для того, чтобы и экипажам, и пассажирам, и обслуживание воздушных судов данной компании происходило на самом высоком уровне. Қазақстан мен Түркия астаналары арасындағы жаңа рейс А320 және Б737 типті әуе кемесінде дүйсенбі және сәрсенбі күндері аптасына 2 реттік жиілікпен орындалатын болады. Қазіргі уақытта Anadolu Jet'те 65 ұшақ жұмыс істейді. Келесі жылы олардың санын 77-ге дейін арттыру жоспарлануда. Рейстерді ұлғайту және ұшу географиясын кеңейту Қазақстан мен Түркия арасындағы сауда-экономикалық, іскерлік, инвестициялық және туристік ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал ететін болады. Бүгінде екі астананың арасында жаңа рейс ашып жатырмыз. Ол өте жақсы, туристерге жақсы, жолаушыларға жақсы, бизнеске жақсы, көп мүмкіндік береді. Сол себепте бүгінгі оқиға ары қарай біздің екі мемлекеттің арасында достық, бизнес, экономикалық дамуға өте жақсы оқиға деп санаймын. 2008 жылы Turkish Airlines құрамында бюджеттік авиакомпания ретінде құрылған Anadolu Jet компаниясы 2008 жылдан 2020 жылға дейін тек ішкі бағыттарға қызмет көрсетіп, 2020 жылдың маусымынан бастап халықаралық рейстерді орындай бастады. Қазіргі уақытта Anadolu Jet Түркияға 41 бағыт бойынша және 26 елде 40 халықаралық бағыт бойынша рейстер орындайды.